Азеке, әңгіме мынадан бастайық. Жақында президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев қызметке кірісу рәсімінде сөз сөйледі ғой. Сонда мынадай нәрсені айтты. Қоршаған ортаның қазіргі мүшкіл халі көпшіліктің көкейіндегі мәселе. Сондықтан елімізге бірыңғай экологиялық саясат қажет. Қоршаған ортаны қорғау жүйесіне серпін беретін жаңа экологиялық кодекс қабылдау керек деді. Ол не үшін қажет болды? Бұл бізге не әкеледі? Әңгіме дәл осы сұраққа. Сонымен қатар ол жалғасы бар мына сөздің. Ол айтты су мәселесі деді. Су мәселесі деді, ол да экология. Су мәселесі оның ішінде ауыз су деді. Ауылға ауыз су жеткізу тұрғындарға. Бұл үлкен мәселе бүгінгі. Енді біріншіден біз Қазақстан мұнайлы мемлекетпіз ғой. Біздің 30 жыл осы соңғы жылдары 20 жылдай экология жағы табиғат қорғау мәселесі ұмытылып кетті, артта қалып кетті. Сол себептен бізге жаңа осы мәселелерді ойлайтын жаңа саясат керек, міндетті түрде. Бұл тараптан Қасым-Жомарт Тоқаев дұрыс айтып отыр. Яғни оның мен ойымша Қасым-Жомарт Тоқаевтың халықпен байланысы бар деген сөз. Халықты сезіп отыр. Мысалға, қалай болса да бүгінгі күні ең жаңа Қазақстанда мысалы ұлттық сұрақпен тіл мәселесі ең бірінші орында тұр ғой, шулай айтып көбінесе. Екінші орында тұрған ол экология, табиғат қорғау мәселесі. Әр өңірде біз табиғаттың зардабын көріп отырмыз. Әр өңірде, әр жерде. Осының бәрін бүгінгі күні президент соны естіп, кері байланыс беріп отыр деген сөз. Бұл жерде ал енді табиғатымызды қалай қорғаймыз, экологиямызды қалай дұрыстай аламыз? Әрине, ең бірінші орында заңнаманы дұрыстауымыз керек. Экологиялық кодексті жазуымыз керек. Экологиялық кодексті толық түрде жазып, оны бекіткеннен кейін экологиямыздың жаңағы сол заңдағы мақсаттарды жеткізу үшін белгілі жоспар жасап, оған министрлік құрылу керек. Енді бүгін естідік, министрлік құрылды деп экология. Ол да бізді қуандыратын сондай бір қуанышты хабар. Өйткені министрлік қалай да болсын экологтардың басын біріктіреді, табиғат қорғаушыларды. Ол міндетті түрде нәтиже береді. Ал енді біздің көп азаматтар айтады, мысалға, ой, үйіміз жоқ, тамақ жоқ кезде экологияны қажет не дейді. Мен таңдалам. Ол нағыз экология соның жағдайын, халқымыздың жағдайын жасайды дейміз. Оның жеп отырған тамағы, жұтып отырған ауасы, ішіп отырған суы, бәрі уланған болса, ол қалай өмір сүреді? 5 жұлдызды мықты үйде тұрса да, мысалы, ол қалай өмір денсаулығын нашарлайды. Сондықтан ең бірінші орында бұл біздің экологиялық мәселе тұр. Біздің ең барысы салауатты өмір сүруіміз. Салауатты өмір сүру үшін бұл біздің табиғатымыз. Мысалы, Алматы қаласы қараңыз, не жұтатын ауа жоқ. Өзіміз көріп отырмыз. Батыс өңірлерін қараңыз. Мұнайдың, газдың улы заттарынан жері де, суы да бүгін уланды. Каспийде биоразнообразие бүгін жоғалып жатыр. Ол жаңағы мұнайдың әсері. Мысалға, жайықтағы балықтың жағдайын білесіз, қырылып қалды балық. Арал теңізде айырылып отырмыз. Одан басқа жануарлар әлемі. Бүгінгі күні жануарлар әлемінен біз бұрын ақбөкендерді айттық, бүгін қасқырлар жоғалып кетті. Өйткені Қазақстан, мысалы Европа дамыған елдердің бәрінде тыйым салынған аң аулауға. Сондықтан енді экологиялық мәселені айта берсек, ол үлкен мәселе. Мынау әлемдік қазір көтеріп жатқан мәселе климаттың өзгеруі, үлкен мәселе. Мысалға, осы шақырда Шанхай ынтымақтастық ұйымында біздің Қазақстан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сөз сөйледі осы жағында. Сонда ол экология туралы айтты. Расымен де Азия елдері экология ұмытып кеткені қашан. Бізде жаңа өндіріске күш салып, нарықты экономикада соған қалай күш салып отыр, экологиямыздың зардабын ешкім ойлап отқан жоқ.
Сондықтан бұл жерде Қасым-Жомарт Кемелұлының көтерген бұл ісі, бұл әлемдік дамыған елдердің басшылары bunu түсінді. Бұл мәселеде бұл енді жаңа экология министрлігінің жеке өз алдына мекеме болып құрылуының өзі президенттің пәрменімен іске асырып жатқан деп ойлаймыз да. Осы экологиялық министр ең бірінші кезекте нені ескерсе деп ойлайсыз? Мүмкін Қазақстандағы экология қоршаған ортаны қорғаумен айналысатын бейресми ұйымдардың бір жеке конгресін құрылтайын өткізу керек пе екен, әлде басқа да бір шаралар қабылдау керек пе екен, әлде бір экологиялық телеарна ашу керек пе екен, әлде бір жеке өз алдына бір дара нелер мәдени шаралар ұйымдастырып ай сайын жүйелі өткізуді ұйымдастыру керек пе екен. Қалай ойлайсыз? Не күшті бүтін болады экологияны тазарту үшін? Министрліктің алдында, экология министрлігінің алдында ең бірінші экологиялық кодекс тұру керек. Экологиялық кодексті дұрыстамай бізге. Ол экологиялық кодекс бізде бар. Бірақ бұл жерде мысалы недропользователь дейміз ғой, жер қойнауында байлықты пайдаланушылар. Бір қызығы жаңағы біздің кодексте жер байлығын қойнауын пайдаланушы кәсіпкерлер экология зардабына жауап бермейді. Ол қандай сұмдық мысалы? Оны біз қайдан білдік? Мына Қаламқас кенінде жарылыс болып өрт болған кезде біз сонда көрдік нақты. Жаңағы сол мәселені қозғаған кезде недропользователь жер қойнауын байлығын пайдаланушылар ешқандай жауапкершілікке мойына алмай, подрядный компания дейміз ғой, Қытайдың Сибу деген компаниясына жауапты мойына алды. Бұл деген үлкен мәселе. Министрлік осы мәселеге көңіл бөлу керек. Өйткені бірінші экология үшін жауапты жер қойнауын байлығын пайдаланушы мекемелер соны мойнына алу керек. Екіншіден, экологиялық зардабы болған кезде оған айыппұл төлеу бір бөлек. Екінші, сол жердің экологиялық жағдайын орнына келтіру кәсіпорындар мойнына алу керек. Қалпына келтіру керек. Ертең мысалы мынау шетелдік компаниялар Каспийде жұмыс жасап жатыр. Ертең ол жердің бәрін табиғатын өлтіреді, жояды. Мысалы, өйткені ол мұнай мен экология бір-бірімен қарсы нәрсе, қарама-қарсы нәрсе. Сол кезде жаңағы біздің олар ертең шетелдіктердің бәрі 20-10 жылдан кетеді бәрі. Ал зардабын біз көреміз. Сондықтан олардың мойнына алуымыз керек. Қайтадан экологиялық жағдайды орнына келтіру мәселесін мойнына алуымыз керек. Енді мына бір айтатын нәрсе, жақында Астанада халықаралық экологиялық конгресс өткізілді ғой. Осы қандай өзекті тақырыпты арқау еттіңіздер, қандай нақты шара қабылдадыңыздар, қандай ұсыныстарды жоғары жаққа ұсындыңыздар? Үшінші халықаралық экологиялық конгресс өтті Астана қаласында. Тақырып су ресурстары. Бұл бойынша біз белгілі мамандарды шақырдық, әлемдік мамандар болды. Көп мәселенің басын қозғадық, айттық. Сонымен қатар біздің өзіміздің жаңа резолюция қабылдап, мемлекет басшысына ұсыныс бердік. Осы ұсыныстың арқасында мүмкін су ресурсы президенттің жоспарына кіреді ме деген ой бар. Ол да біздің бір нәтижеміз. Сондықтан су ресурсы түсінікті. Су мәселесі Қазақстанда ішетін су азайып жатыр барлығы. Болашақта үлкен күрделі жетіспеушілікке әкеледі. Тапшылыққа әкеледі. Ал оны іске асыру үшін біз артизандық суды игеруді мәселелері, сонымен жер үстіндегі суларды дұрыс игерудің технологияларын енгізуіміз керек. Бұл оңай шаруа емес, бұған үлкен қаражат керек, үлкен ғылым керек, тағы басқасы керек. Бұл жерде тек қана бұл мемлекеттің қолынан келеді. Мемлекеттің саясаты осы бағытта жұмыс істесе, біз тек қана сол біздің экологиямызды қорғап қаламыз. Мысалы, біз енді қалай айтсақ екен,
кейде бір парламент төрінде экология барлық жан-жақты мәселелер айтылады да, осы экологияға қатысты әңгіме өте сирек қозғалады. Тек қана бір жерде бір төтенше жағдай болған кезде тағы басқа деген сияқты да. Осы мәселені тұрақты ескеріп отыру үшін не істеу керек? Экология министрлігі әлеуметтік желілердегі ел жұрттан бір сұрау салу арқылы сұрақтар жасау керек екен, ой пікірлер жинақтады. Иә, бұл жерде менің ойымша ең басты іс сол бұл жерде бірінші іс министрліктің құрылуы, екінші әрине болашақта парламентте экологтар лобби болу керек. Экологияны ойлайтын табиғаттың жанашырлары нақты экологтар парламентте болып, жаңа заңнамасы бар, бюджетті қалыптастыру, сол бюджеттің іске асуын бақылайтын депутаттар бүгінгі күні бізге керек. Сол кезде ғана біз белгілі дәрежеде экологиямызды қорғай аламыз. Онсыз екі жақтан, жан-жақтан іске асырмасақ бұны, бұл өте қиын жағдайға келуі мүмкін. Енді қазір білесіз, бұрынғыдай емес, қазір нарықтық экономика көптеген бір жаңа қырынан танылып жатыр ғой. Соның бірі мысалы құрылыс үшін кірпіш өндіру. Бұл кірпішті өндіру үшін, сары кірпішті өндіру үшін қызыл кірпіштен жаңа жер қойнауын қазып, соны топырағын пайдалану қазір белең алып кетті. Әсіресе Алматының айналасында. Ұстылықты нетіп олып, ол кіртейім салу. Иә, бұл жерде әрине кәсіпкерлер кірпіш жасау, шегін алу, тағы басқа жұмыстары жүріп жатқан жерлер Алматы қаласында, осы үлкен қалалардың қасында өте көп. Ең қызығы рекультивация жасау керек. Белгілі уақыттан жаңағы орнына жаңа толтырып, табиғатты дұрыстау керек. Біздің байқауымызша ешкім жасап отқан жоқ. Қазып тастап кетіп отыр. Кейбіреулері жаңа стандарттан нормадан асып, жаңа 30 метр жерді қазудың орнына олар 100 метрге дейін тез жүретін жерлер. Мен Абат ауылы бар Алматы қаласында, Еңбекшіқазақ ауданында. Мысалы өз көзімізбен көрдік. Бұл сұмдық. Бұны енді Алматы қаласында бұндай айналасында көп бұндай аудан. Бұны табиғат қорғаушылар, әкімшіліктегі жаңа табиғат қорғау басқармаларының дұрыс бақыламауы себебінен болып отыр. Ал қоғамдық ұйымдар айқайласа, олар ешкім тыңдамайды, сонымен қалып кетіп отыр. Сонымен қатар мысалы Алматы қаласында газбен жаңа қоғамдық көліктердің жүруін қамтамасыз ету керек, шешім бар. Жаңа қауіпсіздік кеңесінің. Бірақ Алматы қаласы бұрынғыдай сол дизельді, бензинді жүретін автокөліктерді, қоғамдық көліктерді бүгін сатып алып отыр. Бұл деген сөзіне экология бірінші орында тұрған жоқ. Екінші орын, үшінші орында. Содан біз тағы да бір мәселе айтуға болады студентте. Мына қара топырақты жердің өзі қой далаға айналдырып жібергенде тұрады. Ол мысалы мына қызылмия деген өсім кезінде Қызылорда облысында, қазір соңғы кезде мына Алматы облысында соны қазып алып, тамырменен қопарып, Қытайға өткізген. Оны өткізгенде де былай өтті да, оны қазу үшін әр адам, әр қызылмияның тамырын топырақпен қазуды онша неғылмайды да, қиынсынаттағы, оны апарат егенде трактормен жер жырталып екен, соны жыртып өтетін. Соны сыпырып алып қалады дейміз. Ал ол жерге ол шөп өсіп, қайта орнына келу деген ол ақырет. Осыны біздің басында да жаздық біз, осыған қалай тоқтаму керек бұл мәселеге. Әсіресе мына дәрілік шөп үшін осындай өсімдіктерді жинау деген тау-тауды Алматы емес, бүкіл аймақтарда жасындай. Дала кесіп кеткен, тау кесіп кеткен адамдар. Бұған не істеу керек? Бұған ендігі жабайы аңшыларды, даладағы жыртқыштарды, жан-жуандарды күзететін аңшылар сияқты, олар аңшылар жоқ, жекелеген адамдар істеп жатқан. Бұған бір белгілі бір заң арқылы бір ретке келтіру үшін осы мәселе. Иә, әрине бұл бізде экологиялық кодексте өсімдіктер әлемі
сол республикалар бөлігінде осы мәселелердің бәрі қаралу керек. Мына қызыл кітапқа берген өсімдіктер әлемді қорғау міндетті түрде мемлекет өз мойнына алу керек. Егер белгілі дәрежеде оларға зиян келтіріп жатса, оны мемлекет заң қабылдап, жаңағы жазаға тарту керек. Ол тек қана айыппұл емес, сонымен бірге жаңағы бостандығына да әсер ететін сондай бір қатты бір белгілі заңдар болмаса, ол сіз айтқандай жаңағыдай ертең біз бәрінен айырылмаймыз. Ол міндетті түрде. Оны мысалға алғаннан кейін орнын өсіру керек қой. Ол алып, орнын қазып кетуге болмайды. Табиғатымызды аялау деген сол себептен. Ол үшін жаңағы сананы өту керек қой енді. Сананы өтканда бұл жерде сана деп санаға бәрін жауап берудің қажеті жоқ. Бұл жерде бірінші заң керек. Заң орындалу керек бітті. Сен кімнің қандай санасы бар, оның бәрін біз өлшеп жете алмаймыз ғой. Мемлекеттің ол байлығы, халықтың байлығы, өсімдіктер, жануарлар, табиғатымыз. Сол табиғатымызды халықтың ешқандай жаңағы келісімсіз оны жаңа саудаға салып, одан айырылып қалуға болмайды. Сол себептен заң орындалу керек ең бастысы. Ал енді сананы қашан күтеміз деп сананы күтіп тұрсек, тағы 200-300 жылда күту керек. Сондықтан заң орындалу керек. Осы Қазақстанда білікті тәжірибелі эколог мамандар тапшы ма осы табиғат үшін күресіп, жаналысып, жан берсілген деген сияқты? Әрине, Қазақстанда бар экологтар, эколог үшін жан ашып жүрген. Бірақ көрші Ресей елімен салыстырсақ, біздікілер белсенділігі төмен. Өйткені бәрі сол шенеуніктерге қарап қалады, бастықтарға қарап қалады, сонымен сол мәселе бақыланбай қалады. Ал Европа салыстырсақ әлдеқайда артамыз. Европамен салыстырғанда. Мына жер-жерде экологиялық өздеріңіз сияқты ұйымдар бар ғой. Солар бір анда-санда бір нелер өткізеді, флешмоб сияқты, болмаса бір акция сияқты нәрсе өткізеді. Жаңағы барып бір жерден бір босаған бутылкалар жинайды деген сияқты, қағаз қалдықтарын жинайды деген сияқты. Осы бір табиғат жанашырларының республикалық қозғалысын құрып, мысалы 3 айда бір бүкіл Қазақстан бойынша жаппай тазалық жұмыстарына айналыстыруға жұмылдыруға болады ма? Болады. Біз қоғамдық ұйым ретінде біз өз тарапымыздан оны істеп жатырмыз. Біз жыл сайын жаңағы халықаралық экологиялық конгресс өткізіп жатырмыз. Әлеуметтік желілерде біздің жаңағы өзіміздің айтамыз ғой жаңағы достар дейміз ғой. 370 мыңдай достарымыз бар. Олардың арасында жұмыс атқарып жатырмыз. Бірақ ол біздің атқарып жатқан жұмысымыз үлкен көлге бір тамшы сияқты. Сол себептен бұл жерде мемлекет бұл мәселені қолға алу керек. Әңгімеңізге үлкен рахмет.